Біз біреуін ғана ұстадық, қалғандары күндіз қашып кеткен. Ең болмаса бірдеңе айтты ма? Жоқ. Неге? Ол комаға түсіп кетті. Комаға? Не істегенсіңдер? Оны тұтқындау барысында екінші қабаттан секіріп, алдындағы жарақаты бар екен, сол ашылып кетті. Содан көп қан тоқтамай, скорыйда комаға кетті ғой. Телефонын тексердіңдер ма? Иә, оны арнайы жасаққа тапсырып қойдым, пароль бар екен. Ашқаннан кейін контактілерін аламыз ғой. Есін жиған кезде сұрап үлдіре алыңдар. Жақсы. Шеф, айтпақшы, бірден айта салайшы. Ол ана операция жасаған доктордың атын Дастан деп айтып үлгерді. Ауруханалардың бәрін тексеріңдер. Дастан есімді хирургтардың бәрін сұраңдар, жарай ма? Жақсы. Ана біздің доктор, онда Дастан ғой. Қамбаров. Онда тексере берейік па? Оны ең соңғы тексеріңдер, жарай ма? Айтпақшы, анасы не болды, табылды ма? Иә, оған бір-екі зацепка бар. Уайымдамаңыз, табамыз. Неге мен уайымдауым керек? Ол сен уайымдауың керек. Погон сенікі, жұлдыздар сенікі. Бар орында. Құп болады. Мә, базар жоқ. Сонан қымбат планшетті әперген ба? Түсінік толды дананы қалай қаратқан. Жоқ енді миын улап алған ғой. Ана жігітпен кездесу керек. Мен де кездестір сонымен. Не істейсің, өзім сөйлесем? Айтпақшы міне. Рахмет досым. Оқасы жоқ. Сонымен кездесетін кезде маған хабарласшы. Дана маған бөтен емес қой енді. Жарайды. Қоймадың ғой сен де. Давай, ұмытпайсың ғой? Иә, айтам. Барып келдің ба? Жағдай қалай екен? Кімнің? Кімнің бұл жерде? Әшемнің? Сен не? Шаршап тұрсың ба? Құдай біледі, барып әшемнің үйін жинағансың ғой. Жоқ, шаршағам жоқпын. Біз қызым екеуміз дүкен араладық. Барып кішкене серуендедік. Қазір әшем демалып жатыр. Ойымдама бәрі жақсы. Елдері. Әйтеуір, дүкен десе, базар десе, ішкен астарыңды жерге қоясыңдар ғой. Алло, Әсем, мен ғой. Әсем, ана әкең мені сұраса, мен сендердің үйлеріңде болдым. Ұқтың ба? Тұра тұр, сен немене өз даусың бір түрлі болып тұр? Жылап тұрсың ба? Жайнагүл. Кейін хабарласам. Қазір. Қазір. Жайна! Ау! Жайнагүл! Ой, келе жатыр енді. Не болды? Мам, мен бүгін Дастан Сәулемен көрдім. Олар екеуі бірге жұмыс істейді. Сәуле Дастанның мойнына асылып, екеуі бір жаққа кетті.
Енді не істерімді білмеймін. Дастан келген сияқты сосын хабарласам. Қалайсың, жаным? Бәрі жақсы. Сен қалайсың? Жақсы. Қайда болдың? Даникке соққам, ақшасын бердім. Дұрыс болған екен. Жаным? Сен жылағансың ба не? Жоқ. Жай пияз турағым. Бәсе. Қандай көмек керек? Не істейін? Керек емес. Сен күні бойы жұмыс істеп шаршаған шығарсың. Кейде саған қараймын да, қаншалықты лайықтымын деп ойланам. Қайдағыны айтпашы. Біз бір-бірімізге лайықпыз. Бір-бірімізді жақсы көреміз. Мен сені бақытты қыламын. Сосын сені ешкімге бермеймін. Ұқтың ба? Қайырлы таң. Саламатсыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Асқар Асанұлы. О, қалайсың? Жақсы. Түсінбедім. Сен іс-сапарға кеткен сияқты едің ғой. Иә, ана жолда көлігімді соғып алдым да, сосын бәрін анықтап білем дегенше кейінге қалдыруға тура келді. Рас па? Қатты соқтың ба? Жоқ, қатты емес, ана артқы багажнигі, сосын бампері майысып қалды. Мына жақын маңда эсто бар екен, сол жерге қалдырдым да. Сосын сіздерді көріп кетейін деген ма? Дұрыс. Не, енді қандай ойың бар? Сол қазір бір досым алып кетем деп еді. Телефонды алмай жатыр. Досыңды күтіп қайтесің? Менің машинемнің біреуі мінді кете бер. Онсыз да құры тұр. Жоқ, рахмет. Сіздерден көлік сұраған ыңғайсыз, шынын айтсам. Несін қойсыз? Бөтен адам емес біз. Оның үстінде қазір ешқайда шығып та жатқанымыз жоқ. Сабира қайда? Әлі ұйықтап жатыр ма не? Сабира түні... Міне Сабира. Аян, сен не істеп жүрсің? Сенің даусың ба, сенің даусың емес пе деп шыға салып ем? Менің даусым. Көлігімді кішкене соғып алып едім. Сол бәрі жақсы. Өзіңде қалай? Жақсы. Еш жеріңді ауыртып алған жоқсың ба? Жоқ, бәрі дұрыс. Кешіңіздер. Кәсіпір мен. Алло? Кім еді? Қашан? Өткен жұмада несіне барғанша? Құдай. Жарайды енді Кәсіпір. Сабыр ма? Кешіріңіздер. Мен тығыз шаруа болып. Саған тағы кету керек па? Иә, ана офисте менсіз ештеңе бітпейді, бәрі мен қадағалап тұруым керек. Иә. Ана, көліктің таңлағаныңды мінді кете бер, кілттер ішінде тұр. Иә, жарайды. Аламын ғой. Жақсы? Тұра түсінші. Онда шайында ішіп болған жоқ. Тым болмаса шай ішіп кетпейсің ба? Мен қазір ана көліктің ішінде мен заттарым қалып еді. Соны алайын. Отыр. Не болды? Отыр. Отырсам сен. Құдай-ай. Заттарың бәрін әкеп қойғам. Жол жүріп баратқан адамның алдынан көлдіреңдемей жолың болсын балам. Бизнестің аты бизнес. Жарайды онда. Жолың болсын балам. Жақсы, рахмет. Кешке хабарласамыз, иә? Бардачақ ташпаса болды енді. Жан не болып қал? Ұйықтап қалдың ба? Иә, будильник тесілмей қалды. Жата бер, мен тез жинағымды кетем. Ой, Не оқыл? басым айналып кетті. Уайымдамашы. Сен жата бермейсің бе? Жаным, айтпақшы, Дана мен ана жігіт туралы ойландым. Сен онымен танысқанда дөрекі болмашы. Мүмкін ол Дананы шынымен жақсы көретін шығар. Сен артық кетсең, Дана ренжиді. Ренжи. Онсыз да өмір маған ашуланып та жүреді. Бастысы ол аман болса болды. Қалған бәрі. Қаласаң, мен онымен сөйлесейін. Қыз бен қыз сияқты. Жарайды, сөйлесіп көр, мүмкін
Маған айтпаған, саған айтатын шығар. Күмәнің болмасын. Мен психолог екенімді ұмытпаған шығарсың. Көр. Жарайды, мен саған бутербродтар дайындап берейін. Бірақ тез ет, ше? Мен носкиім қайда? Сол жақта. Сәлеметсіз бе? Кімге келдіңіз? Мен Данаға келіп едім. Менің түсінгенімше Қанат боларсыз. Иә, дәл өзі. Мен саған бір өтінішім бар. Дананың әкесі көріп қоймай тұрған кезде қызыма жоламай-ақ қойшы. Сіз дұрыс түсінбедіңіз. Мен Дананың жай ғана досым. Группаласпыз. Универге алып кетем деп айтқан едім, сізге айтпады ма? Группаласынан гөрі мұғаліміне ұқсайсың ғой. Тағы да қайталап айтам. Балам, қызыма келмей-ақ қойшы. Түсінікті ма? Жарайды, түсіндім. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Мам? Қанат, кетіп қалған жоқ па? Жаңа дауыс шығып жатыр еді. Келген, кетіп қалды. Қалай кетіп қалды? Енді оның көлігіне отырмайтын боласың. Мам, сіз неге бүкіл мен шаруама араласа бересіз? Айттым ғой мен сізге Қанатты жақсы көрем деп. Ол да мен жақсы көреді. Екеуміз үйленеміз деп жүргенбіз. Сенбеймін. Ол айтты ғой, Дана екеуміз жай доспыз деді. Әрине солай айтады. Сіз қорқытып әр нәрсені айтқан шығарсыз. Мам, мен мынауыңыз кешіре алмаймын енді. Оның дейін дұрыс өзі. Мұрат Ермековичтің жазып бергендерінің барлығы дұрыс сияқты. Не, қараңызшы, денесінің бәрі өстіп қызарып кетті. Нұрлан, есіңе түсірші, мына препараттарды қабылдамай тұрып, басың айналды ма? Иә, айналды. Иә, бас айналып құсты. Онда препараттарға берген аллергия ғой. Мен сіздерді қазір тағы да қайталап анализ тапсыруға жіберем. Дастан Дәулетұлы. Соңғы кездері мен сіз туралы, анаңыз туралы көп ойланатын болдым. Неліктен? Қалай неліктен? Сіздің негізгі туған анаңыз жаман адам емес сияқты. Жаман адамнан сіз сияқты жақсы бала дүниеге келмейді. Рахмет. Сіз жүрегіңіз тыңдасаңыз, базарға барып көріңіз, кездесіңіз, қалғанын өмір көрсетер. Мына дәрілерді алыңыздар. Уайымдамаңыз. Жай ғана аллергия. Нұрлан, бәрі жақсы. Рахмет сізге. Қанат? Жан. Сәнім. Қалайсың? Жақсы. Не болды? Ренжің басылды ма? Не, ренжіген жоқпын. Мамаңнан қорқып қалды деп ойладым да? Мен ондай жігіт емеспін ғой, жан. Мамама ренжіген жоқсың ғой, Бәрі нормально. Сен бүйтсең, мамаң айтсай, екеуміз бір группада оқимыз деп. Оның айтуын айта салам ғой. Тек сен мамамен, папамен үйге келіп, көзбе-көз танысқан дұрыс еді. Солай танысқаныңда ұрыста болмайтын еді. Білесің ғой, қазір менде уақыт аз, кейінге қалдырсақ. Жұмыста көп. Уәде бересің ба? Уәде берейін ба? Әлде бермей ақ қойып. Берейін ба? Уәде. Сен бүйт сабақтан шыққасын маған хабарлас. Мен сені алып кетем, екеуміз қыдырамыз. Жарай ма? Қыдырамыз. Жарай ма? Жақсы. Пока. Обязательно хабарлас. Жан, сәнім.
саламатсыз. Сәлеметсіздер. Мұрат Ермекович, 13-ші палатадағы Сыздықовқа бір кіріп шығасыз қойдың. Препараттарын ауыстыру керек сияқты. Түсінбедім. Менің пациентім қандай дәрі ішетінін, оны өзім білем. Сенің жұмыс болмасын, түсіндің бе? Мен коридорда анасын көрдім. Балаң жағдай қиындап кетті дейді. Өзім барып қараймын. Анасы неге саған кеп жолға? Ол неге маған кеп жолықпайды? Бүйірде главный кім? Түсінесіз бе, сіз жазып берген препаратқа оның аллергиясы бар. Сәулені алып 5-ші палатаға баршы. Жаңа науқасты барып қарашы. Мұрат Ермекович, Дастан онсыз да көп науқас қарады ғой. Сәулемен бірге мен барайын. Сен приемныйға бар да, науқастарды қабылда. Түсіндің бе? Сәлеметсіздер. Мына жерімде тұршы. Мына жерде. Бір күн мына түрімен ше, барып анализ қабылда деп айтады маған мынау. Көресің. Жарайды, ашуландырмай қойып. Бар енді приемна. Бәрін приемна. Мам, биыл гүлдеріңіз әдем шығыпты. Мам, мен естіп отырсыз ба? Бірдеңе дедің ба? Сізге не болған? Алдындағы қыздың үйіне бардыңыз ба? Бардым. Бәрін білдірдім. Бекер барған екенмін. Бекер. Мам, біз Сабираға бәрін айтуымыз керек. Неге одан жасырып жүрміз? Сосын уайымдай бермеңіз, ауырып қаласыз. Мәселе онда емес қой. Мәселе сонда болып тұр. Сабира бәрін білу керек. Сабираның мінезін білмейсің. Менен жақсы білесің ғой. Ол оны біліп қойса, шу шығарады. Ал қазір бізге отбасын сақтап қалу маңыздырақ. Енді не істемек ойыңыз бар? Білмеймін. Өзім де білмеймін. Не істейтінімді. Анау әйелінің үйінен Аянды ұстап алам ба деп ойлап еді. Ол да болмады. Мен ана үшеуінің фотосын үйінен алып кеттім ғой. Енді ол сурет қайда? Аянға берген машинаның бардачогында қалып қойды. Енді не Сабира, не Аян көріп қойса не болады? Ха? Соны уайымдап өліп отырмын. Уайымдамаңыз, мам, оны ешкім байқамайтын да шығар. Солай болсын де. Айтпақшы, Дастан қалай? Бізде бәрі жақсы. Ол жай ғана менің әдетім түймедей түйедей қылатын. Жақсы, жақсы. Еркекке сенім жоқ. Сен бе? Мама, сіз түсінбеймін. Сабираның күйеуінің екінші отбасысы бар екенін одан жастырып жүрсіз. Енді мен Дастанға қарсы қойып жатсыз. Не үшін? Қызым, сен маған ренжіме. Сабира мінезі қызба ғой. Ол білсе шу шығарады. Ал сен ондай жағдайда сабырлыққа келесің. Бірақ Дастан, өзін отбасын асырай алмай жүргенде екінші әйелді қайтсын. Дастан? Дастан? Рахмет. Не болды, ойланып кетіпсің бе? Сол мамам жайында ғой. Ол кісі қандай адам, не істеп жүр екен.
соны жиі ойлайтын болдым. Ойланудың қажеті жоқ. Әрекет ету керек. Берілме. Баян да жүрегің тыңда, ізде, тіпті базарға бар деп айтып еді. Ендеше не істеп тұрмыз? Барып қайтайық. Жұмыстың уақытысы да аяқталып қалып. Шұғыл ештеңе бола қоймас. Майра, біз Дастан екеуміз бір жұмыстарымызбен шығып келеміз. Егер шұғыл бір нәрсе болып жатса, хабарласып жарай ма? Жарайды. Кеттік пе? Жүр. Ау, мама, не болып қалды? Дастан, қанатты ұмытып кетпеші. Ана планшетін қайтарып бер. Қарындасыңмен кездескенін доғаратын болсын. Білмеймін әйде, сол қанатпен бірге жүрсе, Дананы қатты уайымдаймын. Жарайды, жақсы енше. Рахмет көп. Сау. Жалғастың комада екенін сенімсің ба? Иә, ол терезеден секірем деген ыңғайсыз болған ғой. Әйтеуір соның үнемі жолы болмайды. Айтпаш, есін жиған соң больницаға барып шығуымыз керек. Бізді айтып қоймас үшін. Қайта жалғасқа ма? Оны енді қана медбикелер арқылы ма жеткізбесе, оны уже менттер бағып отқан шығар. Мен саған сим-картаны ауыстырып ал дедім ғой. Лақтырып тастана ескісін. Иә. Жалғасында телефон тексеріп жатқан шығар. Алло, Дана, қал қалай? Мен ғой Қанат. Сабақтарың бітті ма? Жарайды. Хабарласам. Айтпақсың, ол Дананы нағылдың. Өзің не қылып жіберген шығарсың? Үндемесей, бірдеңесі болады. Короче, мен кеттім. Сен ешқайда шықпа. Сосын мына жер кішкене тазалаш. Боқ болып отыра береді екенсің. Жақсы, жарайды. Мына дәрілерді алып келіңіз. Одан кейін келесін таппасаңыз. Майра, сәлеметсіз бе? Дастанды қайдан тапсам болады? Ол кісі қазір жоқ. Қайда кетті? Ол кісі Сәулемен шұғыл шаруалар шығып қалды да асығып кетіп қалды. Сәулемен? Иә. Кеткендеріне көп болды ма? Нақтысын білмеймін. Жақсы, рахмет, сау болыңыз. Сау болыңыз. Бұл кісі кім? Әсем ғой, біздің Дастан Дәулетұлының әйелі. Өзі 2 қабат, білесіз ғой. 2 қабат әйелдердің жеке сыр беріп жүреді. Жақсы. Аға, уколыңызды алдыңыз ба? Демалыңыз енді. Солай аға, өзіңіздің көмегіңіз керек. Уақыт біраз өтті ғой. Қайсы бір есте қалды дейсіңдер балам. Сол күзетшінің есімі, қателеспесем, Темірхан емес пе? Біз білмейді екенбіз, бірақ қайдан табуға болады? Үйінде болар. Тірі болса әрине. Айтпақшы, осы базардың маңында баласының кішігірім дүкені бар еді. Қандай дүкен? Алпамыс па, атау есімде жоқ. Жол көрсетіп жібере аласыз ба? Біз рахметімізді айтамыз. Иә, мынау келесі светофорға барып, бұрсаңызда сол жерде дүкен, алыс емес. Жарайды, рахмет аға. Алпамыс сен ма? Түк түсінсем бұйырмасын. Сол полицейлер бірден неге сол күзетшіге бармаған? Енді оларға Перзат менің мамам деп айтқан. Олар сенген. Бәріміз де солай деп ойлап жүрдік қой. Жарайды, барайық магазинге. Кеттік. Асем.
Маған айт, дұрыс па? Иә. Кешіріңізші. Сізді Дастан Дәулетұлының жұбайы екеніңізді білгенде көңілім елең ете қалды. Сіз осында емделіп жатсыз ба? Жоқ, мұнда балам жатыр. Әрине, бұл менің жұмысым емес. Бірақ сізге жылауға, уайымдауға болмайды. Балаңызды ойлаңыз. Рахмет, менде бәрі дұрыс. Әсем, тоқтай тұрыңызшы. Дастан Дәулетұлы сізді өте жақсы көреді. Және болашақта ол қамқор жақсы әке болатынына мен сенімдімін. Өз күйеуіне қарағанда басқа адамның қамқорлық танытқаны қызық екен. Неге екенін білмеймін. Сіздерді қатты уайымдап кеткенді өзім де түсінбеймін. Рахмет сізге, сау болыңыз. Жыламаңыз. Бар үміт сіздің әкеңізде. Базарда істейтіндер кішкентай баланы сол кісі тауып алды деп айтып еді. Иә, әкем сол кішкентай баланы тастап кеткен туралы бір нәрсе айтқан. Бірақ өз тапты ма, жанындағы жұмыстас тапты ма, оны нақты білмеді. Әкеңізбен сөйлессек бола ма? Мүмкін есіне бір нәрсе түсіп қалар. Иә. Ол кісінің қазір жағдайы қиын, денсаулығы сыр беріп жүр. 70 жас деген оңай жас емес қой. Есіне түсіре ала ма, түсіре алмай ма, оны айта алмаймын. Біз сөйлесіп көрейік сонда да, иә? Ұзақ уақыт алмаймыз. Сонымен баянда. Шеф, мынандай мәселе ғой. Мен ана ұрланған заттар бойынша. Енді айтсашы енді, не болды ешік деп? Біздің айтишниктер планшетті Қамбаровтың көлігінен анықтаған. Мүмкін емес. Ей, сендер бірдеңке шатастырып тұрсыңдар, ей. Жоқ, шеф, енді... Мүмкін емес. Азамат, мен саған айтып тұрмын, мүмкін емес, мен сенбеймін. Шеф, бұл анық ақпарат. GPS алдамайды ғой. Қазір планшет соның көлігінде. Бертіңдіш. Қамбаровқа ештеңе айтпаңдар қазір. Бірақ ізіне түсіп, көлігінен көз алмаңдар. Түсіндің ба? Құп болады. Сосын былай. Анау жолы Дастанның шешесімен болғандай қателікті жіберсем, аямаймын. Жұмыстан өзім қуып шығам, білдің ба? Дәл солай. Кете беруге рұқсат етіңіз. Рұқсат.